Саламатсыздар ма балалар, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазыңыздар. Бірінші, 5-ші, 6-ші сабақ Астана әсем қала суреттерді өзара байланыстырып әңгіме құра. 3 сурет берілген. Бұл суреттерді өзара байланыстыратын болсақ, әр кезеңде өзгерістер туралы байқалады. Мысалы, бірінші суретте ежелгі адамдардың тұрмыс тіршілігі байқалады. Ал екінші суретте жаңа замандағы қала көрінісі байқалады. Ал үшінші суретте әлемнің 7 кереметінің бірі пирамидаларды байқауға болады. Менің келешектегі арманым Астана қаласына саяхаттағым келеді. Білімімді тереңдетіп, әлемнің барлық кереметтерін аралап көргім келеді. Бірінші тапсырма өлеңді тыңда. Екінші тапсырма тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап бер. Сұрақтары: бірінші, 7 түрін ғаламаттың сипаттап деген өлең жолдарын қалай түсінесің? Геродот жайлы деректерді порталасыңмен бөліс. Өлең жолдарындағы әлемді таңғалдыратын нелер? Олар несімен қызықты? Астана 8-ші ғаламат бола ала ма? Себебін түсіндір. Яғни біз сұрақтарға жауап береміз. Бұл бірінші тапсырмада өлеңді тыңдадық, сондағы өлеңге сұраққа жауап береміз. Бірінші сұрақтың жауабы: көркіне көз тоймайтын әлемнің 7 кереметі бар. Сол сияқты Астана қаласына қарасаң көз тоймайды. Екінші сұрақтың жауабы: пирамида, хан шатыр, опералық театр, Ақорда. Үшінші сұрақтың жауабы: әдемі сырт бейнесімен әдемі. Астана 8-ші ғаламат бола алады, себебі онда әлемді таңғалдыратын көрікті ғимараттар бар. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма: бұрын қазақ халқы қандай үйде тұрған? Оны қалай атаған? Бұрын қазақ халқы киіз үйде тұрған. Киіз үй көшпенділердің тез жығып шапшаң тігуге, яғни көшіп қонуға ыңғайлы үй. Көшпенділердің киіз үйі тарихымыздағы ең алғашқы сәулетті құрылыс. Киіз үйдің іші қыста жылы, жазда салқын. Тілдік бағдар: диалект сөздер. Диалект сөздер белгілі бір жердегі тұрғындар қолданылатын сөздер. Диалект сөздер жалпы халықтық болып есептелмейді, өйткені олардың әдеби тілде баламалары болады. Мысалы, әдеби тілде тәртіп, шалбар, қабырға, жұмыртқа, нұсқау, бұйрық, сым, жар, тұқым Орал облысында, Алматы, Шығыс, Ақтөбе облысында, Оңтүстік Қазақстан облысында. Диалект сөздер түрліше болып келеді. Мысалы, тыңла, тыңда, құдағи, полат, болат, баралы, баралық, бережақ, берешек. Қазіргі әдеби тілімізге біраз диалект сөздер еніп, жалпы халықтық тілге айналды. Мысалы, орасан суы, арасан суы, жиде, ұжым, кеден, немелтай, үшем, төртем деген сөздер. Тілдегі бұл құбылыс әдеби тілді байытудың бір жолы болып есептеледі. Төртінші тапсырма: төмендегі диалект сөздерді тиеп алған жүк көліктерін өз тұрақтарына жеткіз. Үлгі ретінде: бірінші 1 В, 1 В, 2 А, 3 Ә, 4 Б. Келесі 5-ші тапсырма: мәтіндерді оқып, ауызекі және көркем сөйлеуге тән ерекшеліктерді ажырат. Бірінші мәтін: Астана бәйтерек кешенінің биіктігі 97 метр. Металл әйнек бетоннан тұрғызылған бәйтерек ағашының жалпы биіктігі 105 метр. Салмағы 1000 тоннадан асады. Кешеннің үстіңгі жағындағы алып шар хамелеон әйнектерінен жасалған. Күн сәулесінің түсуіне байланысты шар түсі ауысып тұрады. Бәйтерек негізгі 3 әлемнен құрылған: жер асты, жер және аспан әлемі. Астыңғы қабатта кафе, аквариум және бәйтерек мини-галереясы орналасқан. Алып шарға лифт арқылы көтеріліп, үлкен залға еніп, қаланың толық көрінісін көруге болады. Зал ортасында 17 жапырақты ағаш глобус және қазақ елінің бейбітшілік нышанына айналған аялы алақан, Қазақстан Республикасы тұңғыш президенттің алақанының таңбасы орналасқан. Екінші мәтін: аңызға сүйенсек, бәйтеректің төменгі тұсында сұмырай, қарабәле, аждаһа, айдаһар өмір сүреді. Еңбек шыңда самұрық құс мекендейді. Жыл сайын самұрық құс тұқым салып азық іздеп кеткенде айдаһар шөжелерінің бірін қалдырмай жеп кетеді екен. Бір күні қаһарман батыр самұрық балапандарын жегісі кеп жатқан айдаһарды ерлікпен өлтіріп, балапандарына көмектеседі. Ойпырмай, қайтем енді, балапандарымды тағы да жеп кетті-ау деп самұрық бәйтерекке жақындағанда ғажайыпқа тап болады. Тірі қалған сарыуыз балапандар батыр ерлігін жарыса шуылдаса жеткізеді. Аңсап күткен арманы орындалған самұрық: ей батырым, бұл көмегіңді ешқашан ұмытпаймын деп жақсылықпен қайтарады. 6-шы тапсырма: оқылым мәтіні бойынша кестені толтыр. Яғни ауызекі сөйлеу тіліне тән сөздер. Олар сұмырай, аждаһа, қарабәле, аспан әлемі. Көркем сөйлеу ерекшеліктері: аңсап күткен арманы. Көркем сөйлеу ерекшеліктері: аңсап күткен арманы, бәйтерек, Қазақстан, бейбітшілік, жер асты. Астана бәйтерек, бәйтерек ағашының, бәйтерек аялы алақан. 7-ші тапсырма: диалект сөздерді қатыстырып бірнеше сөйлем құра.
Құдайға шүкір, Полаттай баланы өсіріп отырмыз. Бұнда Полат болады. Тыңла, балам, келешекте бұл кеңесім керек болады. Тыңла, тыңда, яғни диалект сөздер. Тыңла, тыңда деген сөз. Бүгін қонаққа Немелтайым келеді. Немелтай шөберенің баласы. Яғни Немелтай шөберенің баласы диалект сөз. Келесі 8-ші тапсырма аңыз желісі бойынша бәйтерек оқиғасының суретін сал. Қазіргі Астана бәйтерек кешенімен салыстыр. Ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айтып бер. 9-шы тапсырма төмендегі сөйлемдердің диалект сөздер тауып әдеби тілдегі нұсқасымен салыстыр. Қандай ерекшеліктер бар екендігін жұпта, топта талқылаңдар. Құдағи сөзді ауқат ішсін деп 4 ағымға шақырып жатыр атамдар. Нөсерлеп құйған жаңбыр суы жыра сайларға сыймай ағып жатыр. Балалар пақтаның шақтағымен жүріп сабаққа қопалдау дайындалған боларсыңдар. Дегенмен мынадай сұраққа жауап беріп көргін, еш қысылмағын, саспағын. Құдағи сізді ауқатас ішсін деп тартағымы бөлме шақырып жатыр. Нөсерлеп құйған жаңбыр суы жайларға сыймай ағып жатыр. Балалар пақтаның бұнда мақта, жұмыс көріңдер. Яғни бұлар диалект сөздер өзгертіліп жазылып тұр. Саспа, қысылма деген сөздер. Келесі 10-шы тапсырма өлең жолдарынан ауызекі сөйлеу тіліне тән норманы анықтап әдеби тілдегі үлгідегі жаз. Аңсарым асқақ Астана. Әй Астана, атың қандай нақты әсем, аңызақтан айналыпсың баққа сен. Таң ұзаққа таңдайымды түнеткен жырларымда айтармысың жатқа сен. Қиялыңда жапырақ құс самғаған, маңдаламда жаңа туған сән қалам. Байтағымның қаласында орнатсам деп елбасы еді таңдағын. Тербетілсе шөбі жұпар бидаян. Текті қоныс тапсам неге мін қоям. Мақтаныңдар Астанада тұрғандар, шаттаныңдар Астанада тұрғандар. Азаттықтың рухынан жаралған шаһар тойы от шашулар тумандар. Аңызақ ертеден маң кең шаһар қала деген мағынаны білдіреді. 11-ші тапсырма 4 сөйлем тәсілін пайдаланып отырып сабақ бойынша түсінгеніңді жаз. Менің ойымша Астана еліміздің мақтанышы, себебі Астанада көптеген әдемі кешендер, ғимараттар бар. Көптеген қазақстандықтар шетелге шыққанда Астананы айтып әсемдігін әлемге тәнті етіп жүреді. Астана еліміздің бас қаласы, мақтанышымыз, Астанамызды аялайық. Олай болса балалар, сабағым аяқталды. Каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазыңыздар.